السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. Бүгінгі тақырыбымыз дұға жайлы болмақ. Дұғаның фәзилеті, дұғаның артықшылығы болмақ. Дұға жасаудың Аллах субханаху ва тағаланың алдында ұлылығы жайлы болмақ. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ дейді. Яғни, егер сеннен пенделерім мен жайлы сұрайтын болса, мен оларға жақынмын дейді. Егер пенделерім мен жайлы сұрайтын болса, мен оларға жақынмын, дұға қылушының дұғасын қабыл етемін дейді. Қараңызшы, Аллах субханаху ва тағала егер қандай да бір дұға жасайтын болсақ, біздердің дұғамызды қабыл қылатындығы жайлы айтып жатыр. Басқа бір аятта وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Раббыларың Алла тағала маған дұға жасаңдар, мен сендердің дұғаларыңды қабыл етемін деп айтты дейді. Ағайындар, пайғамбарлардың барлығы дұғаға бекем болды. Дұға қылу бұл әлсіздің ісі емес. Дұға қылу бұл Аллах субханаху ва тағалаға деген өзіміздің құлшылығымызды, өзіміздің пендешілігімізді білдірудің бір жолы. Ибрахим алейхиссалам ен далаға, өздігінен шөп шықпайтын шөл далаға, үстінен 50-60 градус ыстық болған жерге енді туған баласы мен әйелін тастап кетті. Тастап бара жатып, әке емес пе? Жүректері тілім-тілім болып, Раббана инни асканту мин зуррияти бивадин гайри зи зар'ин инда бейтикал мухаррам. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون деп дұға жасады. Яғни, уа Раббым Алла, ешбір өнім шықпайтын жерге, сенің қасиетті үйіңнің қасына мен перзенттерімді тастап кеттім. Уа Раббым Алла, оларға адамдардың жүректерін бұрып қойғын, және оларды әр түрлі өнімдерден ризықтандыр деп дұға жасады. Қараңызшы, Аллах субханаху ва тағаланың осы дұғасының берекетімен Мекке қаласы қандай болып жатыр? Момын мұсылмандардың жүрегі әліге дейін Меккеге барып құлшылық жасасам екен, Кағбаға барып өзімнің құлшылығымды жасасам екен, қажылығымды және умрамды өтесем екен деп армандаумен болады. Пайғамбардың жасаған 3-4 мың жыл алдын жасаған бір дұғасымен әліге дейін адамдардың легі үзілмей келе жатыр. Бір дұғаның берекеті, бір дұғаның әсері қараңызшы қандай ұлы болатындығын. Нух алейхиссалам жайлы وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ минал карбил азим. Нух алейхиссалам дұға жасады, және өзін, және оның жанұясын ұлы бір апаттан құтқардық дейді Алла тағала. Екей болмаса, Муса алейхиссаламның Рабби шрахли садри ва яссирли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули. Уа Раббым Алла, жүрегімді кең аш, ісімді жеңілдет, және тілімнің күрмеуін шеше көр, адамдар сөзімді түсінсін деп дұға жасады. Қарасаңыз, әр бір пайғамбардың өзінің бір дұғасы бар екенін көресіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам да өте көп дұға жасаған ағайындар. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадис шарифтерде айтады: "Лейса шейун акрама алаллахи та'ала минад дуа" дейді. Имам Тирмизи риуаят еткен хасан хадисте Алла тағала үшін
Алла тағала үшін дұғадан да мәртебелі ештеме жоқ дейді. Дұғадан да мәртебелі ештеме жоқ дейді. Немесе басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: инна раббакум табарака ва та'аля хайюн каримун ястахи мин абдихи иза рафа ядайхи илайхи ан яруддахума сифран ай халиятайн дейді. Яғни Раббаларың мәңгі тірі, жомарт. Раббаларың Алла тағала қайсы бір пенде дұға жасап, қолын көкке жаятын болса, оның дұғасын қабыл етпей кері қайтармайды дейді. Оның дұғасын қабыл етпей кері қайтармайды дейді, яғни анық қайтарады дейді. Өзінің мейірін төгіп, өзінің мәрхаметін төгіп, оның дұғасын өзінің жомарттығымен оны қабыл ететіндігі жайлы айтып жатыр. Басқа бір аятта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімде-кімді басына қиыншылық, іс түскен кезде дұғасы қабыл болып қуантқысы келсе, онда басына іс түспей тұрған кезде Алла тағаланы көп еске алсын деген. Енді дұғаның кейбір әдептеріне тоқтала кетсек. Ең біріншісі, дұға жасайтын адам дұғасында құбылаға қарап, екі қолды көтеріп дұға жасау. Егер екі қолды көтерместен, екі қолды түсіріп, көлікте кетіп бара жатқан кезде, жүріп бара жатқан кезде, яки болмаса саябақтарда жаңағы серуендеп жүрген кезде, жүріп бара дұға жасап кетсек те бола береді. Дұға жасап аққан болып санала береміз. Бірақ екі қолды көкке жайып дұға қылу бұл дұғаның әдебінен болып саналады. Сондықтан да мына Абу Дауд риуаят еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңа айтып өткен: Алла тағала жомарт, мәңгі тірі. Алла тағала пендесін екі қолын көкке жайып, өзінен дұға жасап сұраған пендесін үмітсіз дұғасын қабыл етпей қайтармайды дейді. Мейіріне кіргізбей, жомарттығына жеткізбей қайтармайды дейді Алла тағала. Екіншісі, дұға жасағанда Алла тағалаға мадақ айтып, мақтау айтып бастау. Тіке, уа Раббым Алла, маған мынау керек, мынау керек, мынау керек деп сұрамастан, Алла тағаладан: уа Раббым Алла, ұлысың, данасың, әлемдердің Раббысысың, сен мақтауға лайықсың деп тұрып, Алла тағалаға мақтау, мадақтау айтатын сөздерді мейлінше көбірек айтып, сосын барып дұға жасау. Мысалы, Фатиха сүресін әрбір ракағатымызда оқимыз. Сол Фатиха сүресінде Алла тағала бізге қалай дұға жасауды үйретеді. Сонда бірінші: Альхамдулиллахи раббил аламин, барша мақтау, мадақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға тән дейміз. Ар-Рахманир Рахим, ол Алла мейірімді және рахымды дейміз. Малики яумиддин, қиямет күнінің қожасы, қиямет күнінің иесі, патшасы дейміз. Сөйтеміз де: Ияка нa'буду ва ияка настаин, уа Раббым Алла, саған ғана құлшылық етеміз және сенен ғана жәрдем сұраймыз дейміз де. Осы 4 рет мақтағаннан кейін ихдинас сиратал мустақим, бізді тура жолға баста деп өзімізге керекті болған жағын айтамыз. Өзімізге сұрайтын жағымызды Алла тағалаға 4 рет мақтау, мадақтауымызды айтқаннан кейін барып зікір етеміз. Демек, Алла тағалаға дұға жасарда алдымен мақтап, мадақтап, Алла тағаланы ұлықтайтын сөздерді айтып дұға жасау дұрыс болады екен. Бухари және Муслим риуаят еткен хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дұғалары келтіріледі. Сол жерде де: Аллахумма лакал хамду анта нурус самавати вал арди ва ман фихин. Уа Раббым Алла, барша мақтау, мадақтау саған ғана тән. Сен аспандар мен жердің және оның ішіндегі барлық нәрсенің нұрысың деп тұрып, Алла тағаланы алдымен мақтап, ұлықтап, мадақтап барып, өзінің сұрайтын сұрағанын көреміз ағайындар. Сосын үшінші нәрсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту. Ғалымдарымыз айтады, дұға жасаған кезде әрқашан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып бастап, сосын салауат айтып бітіріңіз. Себебі салауат ешқашан қайтарылмайды. Салауат сөзсіз қабыл болады. Ал салауат
екі салауат қабыл болатынның ортасында айтылған бүкіл дұғаның барлығы қабыл болады дейді. Сондықтан да дұғаны бастайтын кезде де Алла тағалаға ұлықтап, мадақтап, Алла тағалаға барлық мақтауларды жаудырып болғаннан кейін пайғамбарға салауат айтайық. Сосын өзіміздің сұрағымызды сұрап алғаннан кейін тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып тәмамдайық. Салауаттардың ең абзалы, осы жерде айта кететін дүние, салауаттардың ең абзалы бұл біздің намазымызда айтатын салауатымыз. Намазда соңғы отырыста Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид деп салауат айтамыз ба? Аллахумма барик аля Мухаммад. Міне салауаттардың ішіндегі ең абзал осы. Сондықтан да намазымыздың бір бөлшегі етіп қойды. Намазымыздың бір бөлшегі етіп қойды. Бізде ол сүннет болса оның айтудың үкімі, кейбір мазхабтарда тіпті сол салауатты айтудың үкімі уәжіп болып саналады намазда. Сондықтан да бұл ең абзал салауат болып табылады. Үшіншісі, төртіншісі, бұл дұға жасаған кезде Алла тағалаға өзіңнің мұқтаж екеніңді, Алла тағалаға өзіңнің күнәға батқан пенде екендігіңді мойындап тұрып дұға жасау. Мысалы, Жүніс пайғамбар киттің қарнында жатқан кезде «Ла илаха илля анта субханак инни кунту миназ залимин» деді. О Раббым Алла, сен айып нұқсаннан пәксің, сеннен өзге ешбір тәңір жоқ, шын мәнінде мен өз-өзіме зұлымдық жасаушылардан болдым деді. Мен залымдардан болдым деп өзінің айыбын мойындап тұрып дұға жасады. Соның себебімен Алла тағала Жүніс пайғамбарды білесіздер киттің қарнынан шығарды. Неге мен қазіргі тақырыпты дәл дұғаға арнап отырмын? Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұма күні бір уақыт бар деді. Жұма күні бір уақыт бар, Алла тағала ол уақытта бүкіл дұғаларды қабыл етеді деді. Көптеген ғалымдар ол уақытты жұма күні асыр намазы оқылып болғаннан бастап ақшам намазына дейінгі уақыт деген. Асыр намазы оқып болғаннан бастап ақшам намазына дейінгі уақыт деген. Тіпті кейбір ғалымдар келтіріледі, асыр намазынан кейін есігін жауып қойып, ақшам намазына дейін үйінен шықпастан, тоқтамастан дұға жасағандықтары келтіріледі. Міне қазір сондай уақыттың қарсаңында тұрмыз. Дұға жасауды ұмытпайық. Хәза валлаху алам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.